Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіз. Бүгінгі видеода CapCut қосымшасында хромакеймен қалай жұмыс жасаймыз, сол жайлы айтатын боламын. Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз, алдағы уақытта өте көптеген пайдалы ақпараттар саламын. Олай болса, кеттік. CapCut қосымшасына кіреміз, новый проект деп алдын ала дайындалған суретімізді видеомызды жүктейміз. Астында наложение, добавить наложение деп хромакейі бар фотомызды, болмаса видеомызды жүктейтін боламыз. Мен суретті жүктедім. Енді таңдалған астында тұрған хромакейі бар телефонды үстінде тұрған видеомен бірдей қылып аламыз. Соңына дейін созамыз видеомен бірдей қылып. Енді телефонды таңдап тұрып, астыңғы видеоны таңдап, астында удалить фон, хромакей дегенді басып, пипетканы кішкене жылжытамыз жасылға қарай. Астында интенсивностьті жоғары көтереміз. Тейінді басып тағы жоғары көтереміз. Яғни жан-жағындағы жасылды қарап отырасыздар телефондағы. Тағы да интенсивностьті кішкене көтереміз. Бізде барлық жасылдың түстері толық кету керек. Соған дейін қарап дұрыстап жасайтын боламыз. Птичканы басамыз, мінекей бізде хромакей толыққанды кетті. Егер де сіздердің хромакейі бар телефондарыңыз көлденеңнен тұратын болса, я болмаса қиғашынан тұратын болса, үстінде тұрған суретімізді, я болмаса видеомызды сол көлденеңнен тұрған хромакейге ыңғайлап ретке келтіріп алуымызға болады, былай жылжытуымызға да болады. Мінекей, егер де сіздердің телефондарыңыз хромакейі бар суреттеріңіз, я болмаса видеоларыңызға қарай жылжытып қоясыздар. Бар болғаны осы, тез әрі жылдам жасалады, еш қиындығы жоқ. Егер де видео ұнаса, арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз.